Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Миссия Камри жобасына қош келдіңіздер. Біздің бүгін алғашқы видеомыз шығып отыр осы жобада. Достар, менің YouTube арнамды бастағаныма тура 2 жылға толыпты. Бұлай қарасаң, кеше ғана бастап, көлік іздеп, үлкен жоспарлармен қадам басқан едік. Міне бүгін 2 жылға толып отыр екен. Шыны керек достар, 2 жылдың ішінде неше түрлі нәрсе бастан өтті, неше түрлі қиындықтарды көрдік, неше түрлі сынақтардан өттік десек болады. Әрине бұның бәрі тек қана автобағытта. Енді 2 жыл алдыңғы батылмен осы бүгінгі батылын салыстырсаң, екеуі жер мен көктей болатын шығар. Өйткені осы жолда алып, мен көптеген практикалық жағынан өте көп тәжірибе алдым деп ойлаймын. Біраз нәрсені түсіндік, білдік, көрдік. Оның ішінде шынымен ойдағыдай болмағандары бар, ойдағыдан асып кеткендері де бар. Қалай әртүрлі болғысы келді, тура сондай болды ғой. Оның ішінде көңілге қатты түскені болды, қатты қуанған кезінде де болды. Осы эмоциялардың барлығы осы YouTube арнамның арқасында болды. Осы жерде сіздерге ерекше рахмет. Өйткені тек қана ол сіздердің арқаларыңызда мен осындай YouTube арнаны тастамай, үлкен мақсаттар қойып, үлкен жобаларды бастап әрекет етіп жүрмін. Енді достар, бұл видеоның бұлай шығып жатқанында өзіндік ерекше себебі бар. Мен бұл істеп жатқан жұмысымды кішкене басқа арнасына бұрсам деген. Басқа бағытқа өту емес, осы автобағытта, бірақ жаңа бір үрдіспен кірсем деп отырмын. Өйткені мен істеп жатқан қазір автокөліктермен жобаларым шыны керек, соңғы уақытта адамдардың қызығушылығы азаюда. Осы менің бастап жатқан жаңа жобаммен танысып кетіңдер. Енді достар, менің бастайын деп жатқан проектім жаңағы бұл 500 мың теңгеден басталады. Мына жерде мен мынандай таблица жасадым. Бұл таблицаның енді негізін түсіндіріп жіберейін. Жалпы достар, біздің мақсат жылдың соңында Camry 75 алу. Осы жылдың соңында бұйыртса Camry 75-ке қол жеткізу. Мен енді қалай айтсам болады, YouTube'тың бәрін ақтардым, көрдім. Жалпы осылай бастап жеткізе алмай жатқандар көп. Бірақ мен де солардың қатарында ілінбес үшін енді үлкен мақсат қойып қойдым да. Соған жетуге әрекет жасап көремін. Міне, енді таблицаны түсіндіріп жіберейін. Міне біздің бастайтын суммамыз 500 мың теңгеден бастаймыз. Осы 500 мың теңгелік көлікті алып болған соң, оны сатқан соң 10%-ын қосып 550 мың теңгеге көлік іздейміз. Осылай 10%-дан, 10% тұр, 10%-дан көбейте беріп, соған қарай көліктерді ала беретін боламыз, 10%-дан көбейтіп. Мына жерде енді 500 мың теңге деп мен бірінші апта деп қойын. Бірінші апта. Мүмкіндігінше енді апта сайын шығаруға тырысатын боламыз, өйткені бізді артымыздан қолап тұратын осы таблица болып тұрады. Таблица қолаған соң видеоларымызда жиі шығатын болады. Ол енді жиі шығуы сіздерге қалай қолдауларыңызға байланысты болады достар. Сондықтан да осы жерде паузаны басыңыздар, лайкты басып қойыңыздар и пікірлеріңізді астына жазып кетіңіздер. Барлығын прям мына жерден сатып, өтіп, мықты болып кетеді деп ойламаңдар. Бұл жерде мен енді мысалы қараңыздар. Сөзбен, таблицамен түсіндірейін. Мүмкін, мысалы 500 мың теңгеге мен жаңа айтқанымдай, мысалы ол көлікті, 500 мың теңгелік көлікті мен миллионға сатып қалуым мүмкін. Ол миллионға келген кезде мен миллионға көлік алуым керек. Сол көлік миллионға алып, ол көліктен мен ұтылуым да мүмкін. Керісінше артқа да қайтуым мүмкін. 800 мың теңгеге түсуі мүмкін, болмаса 700 мың теңгеге түсуі мүмкін. Бұл жерде ешқандай нәрсені жасырмаймын достар. Қалай болады, қалай артқа қайтам, қалай ұтылам, қалай ұтам, бәрін сіздерге көрсететін болады. Енді достар, бұл жерде сіздер үйреніп қалғандай жаңағы тотальный көліктерді алмайтын боламыз. Енді барынша мейлінше жаңағы осы аптаға ілінетіндей, осы графикке ілінетіндей көліктерді алуға тырысатын боламын. Солай секіріп мен өзімнің Camry 75 деген 25 миллион теңгелік
мақсатыма жақындай бастайтын боламын. Бұл енді осылай ілініп тұрады, күнделікті көзіме бүйтіп оттай басылып, осы мақсатыма бұйыртса, осы жылдың соңына дейін достар, сіздердің қолдауларыңызбен жетемін деген мақсатым бар. Енді сіздерден сұрайтын тек қолдау, осы мақсатқа бірге жетейік. Міне достар, осы. Енді достар, менің жоспарым түсінген болсаңыздар, біз бірінші көлігімізді алдық, соны енді тамашалаңыздар. Ассалаумалейкум достар. Енді алдында айтқанымдай планмен толық таныстыңдар. Енді біздің бірінші көлікті алуға бара жатырмыз қазір. Ол қандай көлік? Қазір көретін боласыздар. Кеттік. Енді достар, қазір мына жерде маған айтатын шығар. Ол қайда жоқ болып кеттің деп Инстаграмға жазып отқандар жетерлік. Достар, мен ешқайда жоқ болып кеткен жоқ. Турция. Біреулер бүйтіп жазып, Турцияға бардың да сол бойы жоқ болып кеттің деп. Жоқ достар, енді сол жерге барып келген соң енді Стамбулда жүрміз қазір. И мынандай машинаны көреміз ғой, 05 200 казахстанский номермен. Еще жалауатта қойып қойған сол жерге номері. Мен осыны қалай істесек болады, осыны қалай жеткізсек болады, қалай ары қарай бір мақсат тауып, мақсатқа жететін бір жолды іздедім шыны керек. Өйткені жаңағы бачыты шыққан, енді мен сіздер айтасыздар ғой солай, бачыты шыққан көлікті алып, оны істеп, кем дегенде 2-3 ай оған жұмсап жүру маған да сіздерге де қызық емес болып кетті. Оны мойындау керек, реально еркекше мойындау керек. Сондықтан да достар, енді менің кезекті жаңағы мақсатым, науда маған осыдан 1-2 жыл алдым, науда маған үлкен мақсат болған, үлкен арман болған осы көлікті алу. Енді бұған да жеттік, енді жаңағы біздің қойған таблицада қойған мақсатымызға да жетемін деген ниетім бар, мақсатым бар, талпынысым бар демекші. Енді ең бастысы бұл жерде бар ғой достар, сіздердің қолдауларыңыз ғой. Осы көлікті алғаным, жаңа одан басқа Королланы алғаным, оның бәрі сіздердің арқаларыңызда. Сіздер осылай қолдап, жігерлендіріп отырсаңыздар, айға да барып қалуымыз шот емес. Сондықтан да достар, міндетті түрде астына, міндетті түрде видео көріп отырсаңыздар, лайк басып, астына өз пікірлеріңізді жазып отырыңыздар. Қазір біз көлікке жетейін деп қалдық, сол жерде жақсылап таныстыратын боламын. Өзің айтқан уақытта біз жетіп кеттік. Жарайды, күтеміз сонда. Давай. Бір мынандай бар да, бір жерге келсесің да уақытын. И бірінші барып аласың да күтіп отырасың. Осындай ситуацияң жек көремін. Біреуді күтіп отырасың осылай. Қашан келеді екен. Тем более ол машина болса. Келіп ана немен шығасың ғой, жігерленіп, тез-тез алғың келіп, ана сондаймен тұрған екен. Күтемін сен, естиміз біз. Қашан келеді? Білмеймін аз. Қызы бардың назы бар деп енді күтіп отырмыз енді. Қаз кеп қалам деді жаңа сөйлескенде. 4 саатқа жуықтап қалдық күтіп отқанымызға. Енді шыны керек, суреттердің алдында жіберіп бәрін көрдік. Жалпы машина көңілден шығып тұр ғой, содан кейін мына жерде барлық назынас қалай айтсақ болады, сабыр етіп тұрмыз ғой. Таш келсін алайық деп. Негізі жақсы вариант. Қазір көресіздер оны.
достар, қазір мына жерде ойланып отырмын да. Жоспарды негізі осы проектті бастауға шынымен бір қорқыныш бар, жоқ емес. Любой кез келген мен қандай көлік алсам да, басында қорқынышпен бастаймын. Бірден соңына жеткізе аламын ба, істей аламын ба деген ойлар бірден басып алады. Не істерің бір басында осындай болады, енді Құдай қаласа, бұйыртса, осында соңына жеткізсек, бұл да бір менің, қалай айтсақ болады, осы өмірдегі бір жетістіктерім, үлкен жетістіктерім деп ауызға толтырып айта алатындай болады деп ойлаймын енді бұйыртса. Енді осы бірінші көліктен бастап жатырмыз. Осыны аламыз. Өзі де келген сияқты ғой. Келді ма? Иә, келген сияқты. Мен түсірмей ақ қойдым. Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Машина қай жерде? Сразу машинаға Машина іште тұр. Жүріңіз, көрейік. Ал енді достар, қандай машина екенін енді айтайын. Бұл біздің көріп жатқан машинаның бағасы өзіне сай, бірақ енді бұл проектті мен ұрынмаған машина алуға тырысам деген едім, бірақ бұл көлік енді өзін ақтайды деп осыған бола келдік. Енді бұйыртса сол машинаны көріңіздер. Bu kam Matiz. Matiz bilan hazillashma. Түсіріп, пока көріп жатқанымда. Біраз болған сияқты ғой, брат, тұрғанына, 4 ай болып кетті. Сол кез декабрьда ма маған жазған едің, жаңа жылдан алдын. Настроение түсіп кетті, сразу жазып. Неге енді қатты соғылмаған ғой? Жөндеуге келетін машина. Енді жөндеймін деп, негізі жөндеймін деген план болған. Сонымен ана-міне деп жүрген кезде қаражаттың ыңғайы болмай қалды. Сатан келді. Алдынан артынан соғылған. Ручник тұрған жоқ па? Маленькая. Ой, ответили, я знаю, тяжелая машина. А что она? Точно нейтральная стоит? Ручник. А ну машина, блядь, то, что колесо спущено, он, блядь, стоит давно. Давай, вот так. Ты с этой стороны давай. Давай. Раскачивай. Вверх, екі. Ты тоже вылазь, рулить не надо. Пока. Стой. Түсіріп ма? Қосты ма? Болды достар, артып алдық машинамызды. Енді барып бұйыртса жөндеп, осы аптаның ішінде бұны ретке келтіріп қою керек. Енді Ерекең дайын, қазір Ерекеңе қарай жол тартамыз. Снимай, брат. Все, осторожно. Oldu mu?
Сіздерді көрмегелі біраз болды. Ашылды ма? Ерке шыны керек. Ан жерден алып кеткенше астық біз. Артында удар болғанда бампер ғана. Бампер ғана. О, ауыстырған болды ғой. Телевизор ауысады, иә? Мына, по-моему, бөлек-бөлек, по-моему, ерке. Темір ше. Оталып, бәрі нормально болып тұр. Иә, бәрі өткен оның алдында видеосы да жіберген. Иә, суақ кеткен просто содан кейін рисковать етпедік. Оталдырған. Мынада мындай алдына сатылады. А? Мына жерден барса сатылады. Мына жерден дейсіз бе? Біз баяғыда ауысқан сияқты. Ауысқан сияқты болып тұр ма? Ой. Нормально деп айтқан сияқты. Жоқ, заводқа шығуымыз, қолмен бар дейді. Бұрын соғысқан ғой, Бұрын ауысқан екен. Ауысқан ба? Енді заводқа Әне, астыңыз. Заводқа Бампер келеді ғой ерке, алды бар, кусогы бар. Кусогы бар. Бұдан жаман істеп бердісіз ғой? Көріміз енді. Артқын бірақ кусогы жоқ та? Спаған ба? İstep verirsin dedi. İstep verirsin dedi. Туманник бірнеше шірбелілер жатыр ғой. Радиатор енді ауысады, иә? Күтті, иә, несі? Мына бөлек ауысады, иә? Мынау ауысатын болып тұр ғой. Мына қараңыз, несі лонжерон нормально сияқты екен. Лонжерон. Иә? Крыло үш нәрсе қылмаған. Екі крылосын Фар істейсің, фар өзінің орнына қоямыз дейсің. Өзінің орнына қойсаңыз. Вроде бүтін ғой ереке. Иә? Мына тек крепленияларын істеп жетсеңіз. Крепленияларын не жетсеңіз, қайтып. Видеосын жіберген қазір оталдырмаған себебім су жоқ. Оталдырмай қойық деді. Егер де оталмаса деді, келем деді ғой ес. Мына достар салонын көрсетелік бір. Ана светі зорға жарып тұр екен. Салонда бәрі нормально сияқты вроде. Бәрі дұрыс. Жаңа отырып көр. Енді шыны керек ана жерден кеткенше асықтық. Бұндай баға қазір онымен көп саудаласып тұратын болсақ, қоя сал десе де біреу жұлып кетеді бұл баға. Бұның қазір біз келіскен бағамыз 480 000 теңге. Енді сіздер қалай ойлайсыздар? Осындай жарақатпен 480 000 теңгеге арзиды ма, арзымайды? Пікірлеріңізді міндетті түрде астына жазып кетіңіздер. Біздің алған көлік осы бірінші көлігіміз. Проекттегі бірінші көлік. Daewoo Matiz. Bu kam Matiz. Matiz bilan hazillashma. Жарық болып тұр ма, нормально ма? Достар, міне болды, ерекеңе тапсырдық. Қай жерін қалай істейтініміз бәрін келістік ерекеңе. Енді бұйыртса, шамамен ереке бір аптаға жетпей, ә? Шамамен енді жаңа мен запчастарын уақытылы жеткізсем, ертең запчастарына кірісетін боламыз. Запчастарын бәрін толық уақытымен жеткізсек, бір аптаға жетпей бітіреді. Содан кейін сразу сатылымға шығатын болады. Келесі біз бұны жөндеп жатқан кезде, ерекең осымен айналысып жатқан кезде біз келесі көлікті іздейтін боламыз, Құдай қаласа. Енді менімше сіздер қалай бағалайсыздар? Мен шамамен миллионның үстінде деп тұрмын бұлардың бағасы. Сондықтан енді сіздерде қандай ой бар? Қанша баға деп ойлайсыздар? Пікірге жазып кетіңіздер, қарап, соған қарай менде ориентир қалып сататын боламын осы көлікті.